Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен біз өте ауқымды бір тақырыптың бірі иммунды жүйеге әсер ететін дәрілер туралы өтеміз. Яғни иммунды жүйеге әсер ететін препараттарды өтпес бұрын біз алғашында иммунитет деген не екенін тоқталып кетейік. Бізде иммунитет дегеніміз өздеріңіз білетіндей екі топқа бөліп қарастыруға болады. Ол яғни туа пайда болған иммунитет және жүре пайда болған иммунитет. Бұл екі мағынаның айырмашылығы неде? Күнделікті бізге сағат сайын, минут сайын организмге әртүрлі қоздырғыштар, паразиттер, микробтар, немесе организмге жағымсыз әсерлер түсіп отырады. Сол әсерлерге біздің организміміздің қорғаныштық реакциясын біз иммунитет деп атаймыз. Иммунитет яғни бізде екі түрде болады. Туа пайда болған және жүре пайда болған. Туа пайда болған және жүре пайда болған иммунитеттің айырмашылығы неде? Схема түрінде көрсеткендей, туа пайда болған иммунитет бізде артықшылығы ол тез жауап береді. Яғни организмге мысалға бактерия түсетін болса, оған біздің организм температура көтерілу арқылы бізге яғни қорғаныстық эффект береді. Яғни туа пайда болған иммунитеттің кемшілігі бізде спецификалық емес, яғни организмге түскен бактерия вирустарды қалыпты жасушасымен жанама әсер көрсететін патогенді жасушаның екеуінің айырмашылығын ажырата алады. Бірақ олар не бактерия, не вирус, және паразит, ол соған жауап беретін иммунды ответ, яғни иммун жауапты ол қадағалай алмайды, яғни бәріне бірдей жауап береді. Тағы да бір кемшілігі ол есте сақтау қабілеттілігінің жоқтығы, яғни сол уақытта қоздырғышқа иммунды жауап қайтарады және оның күшін бәсеңдетеді, бірақ сол вирус немесе паразит қайтадан организмге түскен кезде ол пайда болған иммунитет оны танымайды, яғни оның есте сақтау қабілеті жоқ. Туа пайда болған иммунитеттің тағы да бір қасиеттілігі, ерекшелігі ол біздің химиялық және физикалық барьерлердің болуында. Яғни бізге химиялық барьер дегеніміз, мысалға адамның көзіне шаң тозаң немесе бөгде дене түскен кезде біздің организм оған қорғаныс ретінде көз жасын көптеп бөледі. Яғни көз жасындағы лизоцим ферменті арқылы, яғни сол арқылы бағанағы бөгде затты көзден шығаруға тырысады. Бұл химиялық барьер. Және де соған тағы да бір мысал ретінде асқазан сөліндегі парышты айтуға болады. Яғни көптеген өздеріңіз білетіндей бактериялар асқазанның парышына төзімсіз болғандықтан олар организмге өз әсерін көрсете алмайды. Және де сілекейден бөлінетін амилаза ферменті, ол да бізге бір қорғаныс эффект көрсетеді. Келесі бір ерекшелік бізде ол физикалық барьердің болуы. Физикалық барьер деп отқанымыз бұл жерде мұрынның шырышты қабатында барлықтарыңыз білетіндей бізде кірпікшелер, майда кірпікшелер орналасқан. Яғни сол кірпікшелер бізге организмімізге қандай қызмет көрсетеді? Ауадан келген бактерияларды, вирустарды, шаң тозаңды сол кірпікшелер арқылы ұстап қалып, немесе мұздай ауа келгенде ол жылыту арқылы ауаны бәсеңдеп өтіп, өкпе, бұрын және өкпе арқылы өтуін қамтамасыз етеді. Келесі бір ол тиреэпидермис, ол біз қорғаныс ретінде, яғни әртүрлі қышқыл құйылып кеткен кезде, күн сәулесі, суық тиек, ыстық әсерлер көрсеткен кезде ол бізде қорғаныс әсер болып табылады. Енді біз жүре пайда болған иммунитетке келетін болсақ, ол бізде оның бір артықшылығы ол спецификалық әсер көрсететіні. Ол дегеніміз бізде бағана айтып өткендей, яғни организмге қайта бактерия, вирус немесе паразит аллерген түскен кезде біздің организміміз оны есте сақтай отырып бағанағы спецификалық әсер көрсетеді, яғни оның әсерін бірден басып тастауға әрекет етеді. Организмге түскен антигенді біз ең алғаш спецификалық эффект көрсету үшін таныстыруымыз қажет, және ол таныстыру үшін бізге 2-7 күн аралық кетеді, яғни ол ұзақ әсер ету деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде антиген деп отырғанымыз, антиген ол бөгде дене деген мағынаны білдіреді, яғни бағанағы біздің вирусымыз, паразитымыз, бактериямыз, шаң тозаңымыз, аллергеніміз ол бізде антиген болып табылады. Ал антидене дегеніміз, яғни ағзаның иммунитеттің қорғаныс ретінде бөлген бір құрылым болып табылады. Иммунитеттің пайда болуын біз жасушалық деңгейде білу өте маңызды. Сіздерге соны схема түрінде көрсетейін. Өздеріңіз білетіндей, біз иммунды жауап бізде лейкоциттердің, яғни қанның формалық элементтерінің арқасында
біз иммунды жауап қайтара аламыз. Егер де біздің организмімізге патогенді аллерген түсетін болатын болса, біздің организміміз оған жауап ретінде сүйек кемігіне барады да, сүйек кемігінде бізде көптеген бағаналы жасушалар болады. Яғни ағзамызға біздің иммунитетті көтеру үшін бізге материалдар қажет. Ол үшін сүйек кемігіндегі бағаналы жасушалар бізде осы миелопоэз, лимфопоэз арқылы бағанағы біз иммунды жүйемен күресетін әскерлерді, яғни солдаттарды аламыз. Ол қалай жүреді? Мәселен, біз миелопоэз жасушасынан біз нейтрофильдерді, базофильдерді, эозинофильдерді, меш жасушаларын өндіріп аламыз. Яғни антигендермен күресеміз. Ол қалай жүреді? Бізде басында осы миелопоэз жасушасынан бөлініп, бізде нейтрофил, базофил, эозинофил, меш жасушаларын өндіріп алдық. Оларды біз басқаша гранулоцитарлы клетка деп айтсақ, жасуша деп айтсақ та болады. Одан басқа біз мысалға именно нейтрофилді, эозинофилді, базофилді полиморфты жасуша деп атаймыз. Неге? Өйткені олардың ядроларының көлемі бірдей емес, әркелкі. Ал меш жасушасының ядросы бір текті домалақ болып келеді. Және бұдан да басқа бізде дендрит жасуша, макрофаг және моноцит. Осы 7 үрдістің бір иммунитетке қатысатын бір ерекше бір рөлі бар. Бағаналы жасушадан шығатын тағы да бір клетканың бір түрі ол лимфоидты жасушалар болып табылады. Лимфоидты жасушалардан бізде табиғи келер, бета жасуша және Т жасушалары пайда болады. Олар біздің жүре пайда болған иммунитеттің нағыз қорғаушы күштері. Мәселен, табиғи келер, олардың қызметі жасуша ішіне енген патогенді ағзалар, яғни олар вирустар болсын, ісік ауруларын шақыратын жасушалар болсын, солармен осы именно табиғи киллерлер күреске түседі. Мәселен, бір жасушасына келетін болсақ, организмге түскен патогенді ағзаларды олар өздерінің рецепторлар арқылы танып, сол жерде фагоцитейді, яғни сол бактерияны, жасушаны жоюға тырысады. Және үшінші бір түрі ол Т жасушасы. Т жасушасы бізді еріншек клетка деп қарастырсақ та болады. Себебі ол тек қана өзіне бета жасуша болсын, макрофагтар болсын, моноциттер болсын, дендритті клеткалар болсын, яғни осылар бірінші қоздырғыш таниды, танып болғаннан кейін барып осы Т жасушасына келіп таныстырады. Танысу бізде осы гистоқұрылым арқылы жүзеге асады. Негізінде әр патогенді ағзаларға арнайы өзінің бір Т жасушасы бөлінеді. Олар осы гистоқұрылым арқылы танып өздерінің жойқын әсерлерін көрсетеді. Егер де макрофагтар, моноциттер, дендрит жасушалар Т клеткасымен таныстырмаса, яғни патогенді организм таныстырмаса, олар өз активтілігін көрсетпейді. Достар, инфекция бізге тыныс жолдары арқылы өкпеге келіп түсті дедік. Өкпеде жоғарғы бөлігін зақымдады. Яғни зақымдаған аймақ бізде бұлай белгіледік. Яғни бұл өкпенің эпителий клеткасы. Бактерия осы өкпе тініне қарай енуде. Енгеннен кейін бізде оны ең алғаш нейтрофильдер таниды. Нейтрофильдер, яғни оны бактерияларды фагоцитоздау, яғни өлтіру үшін олар өздігінен жұтады. Яғни жұтқаннан кейін олар нейтрофильдің ішінде орналасқан фагосомаға енеді. Фагосома дегеніміз ол бір бактерияны сақтайтын аймақ секілді. Ол жерде нейтрофиль өзінің ішінен гранулоциттерді бөлу арқылы осы фагосоманың ішіндегі pH-ын төмендету арқылы бактерияны лизиске ұшыратады. Немесе ол нейтрофиль тек қана бір ғана бактерияны өлтіріп қоймай, ол өздігінен бактерияның сыйғанша бактерияның бәрін жұта отырып, ол өзін өлтіреді. Яғни ол өзін лизиске ұшыратады. Нейтрофиль жарылғаннан кейін одан гранулоциттер бөлінеді. Яғни сол гранулоциттер сол воспаление, яғни қабыну ортасына басқа да қанның формалық элементтері, яғни макрофагтарды, дендриттерді, моноциттерді шақыра отырып, жаппай күреске шақырады. Яғни осы үрдіске енді біз дендритті жасушалардың қалай күресетінін байқайық.
дендритті жасушалар тура нейтрофилдер сияқты өзіне бактерияны жұтады да, олар бірақ бактерияның қабырғасын және өзін майда амин қышқылдарына дейін ылдыратады. Көптеп организмге бактерия түскенін және қайта иммунды жауап керектігін, көмек керектігін айту үшін ол лимфа түйіні арқылы лимфа бойымен лимфа түйініне барып Т жасушасымен таныстырады. Ол Т жасушасына видеоның басында айтып кеткендей, яғни гиста құрылым арқылы ақпаратты беріп, яғни осындай бактерия біздің организмге түсті, көмек керек деген сияқты сигнал береді. Сол кезде ғана ол Т-киллер активтелінеді. Активтеліне отыра өздерінен Т-хелперс, Т-супрессорды бөледі, цитокиндерді бөледі. Үшінші бір иммунды жауаптардың бір түрі осы ошаққа, яғни қабыну ошағына бета жасушаларының келуі. Бета жасушалар Т жасушалар сияқты таныстыруды қажет етпейді. Олар өздігінен бактериямен байланыса отырып, оларды амин қышқылына дейін бактерияны ыдыратып, лимфа түйініне барып, Т жасушасымен таныстырады бактерияны. Т клеткасына бактерияны таныстырғаннан кейін, Т клеткасы активтелінгеннен кейін, ол өзі плазмоциттерге айналады. Плазмоцит дегеніміз, яғни антидене деген мағынаны білдіреді. Яғни антиденелердің басты бір қызметі қанның құрамында жүре отыра организмге бактерия түскен кезде, сол бактерияның үстінде белгі қалдырады. Яғни Т-киллер немесе макрофаг немесе дендритті жасушалар именно осы бактерияға әсер етіңдер деген, яғни бұл иммунды жауапты тез қайтару мақсатында жасалынып отқан бір жұмыс. Яғни қысқаша айтып кеткен кезде иммунды жауап қайтару үшін бізге Т лимфоциттердің активтелінгені өте қажет. Ол үшін бізге моноциттер, макрофагтар, дендрит жасушалар, бета жасушалары өздері бірінші бактерияны жұту арқылы, оларды амин қышқылына ыдырату арқылы лимфа бойымен лимфа түйініне барып, Т лимфоциттермен байланысу арқылы, яғни ол байланыс тек қана гистосәйкестік құрылымы арқылы ғана жүзеге асады. Яғни Т-хелпер деп отқанымыз бізде қабыну ортасына моноциттердің, макрофагтардың, дендриттердің, бета жасушалардың қайта көптеп жиналуына, олардың активтендіруге көмектеседі. Ал Т-киллерлер, яғни тікелей осы бактерияға әсер етіп жойқын эффект көрсетеді. Ал Т-супрессорға келетін болсақ, әр басталған нәрсе аяқталу керек. Яғни осы қабыну үрдісін бақылайтын және де осыларды қадағалап отыратын генерал сияқты ол бізде Т-супрессорлар. Яғни бір жерде моноциттердің, макрофагтардың деңгейін күшейтсе, екінші бір жерде оларды төмендетеді. Яғни қабыну процесі аяқталғаннан кейін бұлардың бәрін рискке жою үшін бізге Т-супрессор қатаң түрде қадағалап отырады. Достар, сіздерге қарапайым тілде иммунды жүйе туралы айта өттім. Сіздерге видео қызықты әрі түсінікті болды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Алда әлі өте қызықты видеолар саламын. Яғни осы видеодан кейін сіздер жалпы иммунитет туралы түсініктер қалыптасты деп ойлаймын. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.